Маңғыстау облысында қуаңшылық салдарынан 3 айда 1400 бас мал қырылып қалған. Ассалаумағалейкум құрметті ағайындар. Бүгінгі тақырыбымыз қуаңшылық, малдың қырылуы, Маңғыстау өңіріне кім қандай көмек бергені туралы болмақ. Өңірдегі бірде-бір кәсіпкер жерлестеріне материалдық көмек көрсетпеген. Қазақстанның бірнеше өңіріндегі ауа райының шамадан тыс ысуы құрғақшылыққа әкеп соқты. Әсіресе жауын-шашынның аздығынан Маңғыстау облысы қатты зардап шекті. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар зардап шеккен аймаққа қолдау көрсетіп, қажетті жұмыстарды атқарып жатыр. Бүкіл ел бойынша еріктілер де вагондармен жем-шөп жіберіп, шамасы жеткенше батыстағы ағайынға көмек қолын созуда. Маңғыстау облысы ауыл шаруашылығы басқармасының бас маманы Нұрлан Орынбасаров өз есебінде келесідей ақпарат берген болатын. Қуаңшылықтан зардап шеккен шаруаларға көмек қолын созған тек қарапайым халық қана. Бізге ұсынылған мәліметтен өңірдегі бірде-бір ірі кәсіпкердің, танымал деген филантроптың, тіпті мұнайлы өлке атанған аймақ компанияларының ешбірі жоқ. Тек бірінің ғана аты аталған болатын. Маңғыстау облысындағы қуаңшылықтан зардап шеккен шаруаларға көрсетілген көмектер картада бейнеленген. Алғаш болып 24 жастағы Түркістан облысының тұрғыны Құрмет Талапқазы қазақстандықтарды ерікті ретінде көмек беруге шақырып, әлеуметтік желі арқылы видео үндеу жасаған болатын. Фермерлер аймақтағы жағдайға ерекше назар аударуды сұрап отыр. Жем-шөп алуға субсидия бөліп, жаңа бұлақ көзін ашу керек дейді. Ал әкімдік жанынан өңірде жұмыс тобы құрылып, Ақтөбе облысымен келіссөздер жүріп жатыр. Ал Маңғыстау облысы ауыл шаруашылығы басқармасының бас маманының есебіне сүйенсек, Маңғыстау облысындағы қуаңшылықтан зардап шеккен шаруаларға еліміздің өзге өңірлерінен, яғни Түркістан облысынан 88, Шымкент қаласынан 10 вагон, Алматы облысынан 27, Алматы қаласынан 1, Қарағанды облысынан 5, Нұр-Сұлтан қаласынан 2, Қостанайдан 2 вагон, яғни 2800 тоннаға жуық тегін шөп пен гуманитарлық көмек көрсетілді. Қазір қосымша Алматы облысынан 19, Жамбыл облысынан 8 және Қарағандыдан 3 вагон тегін шөп келеді деп жоспарлануда. Сонымен қатар Ақтөбеден көлікпен 2340 орама мен 1000 түк және Батыс Қазақстан облысынан 1400 орама 900 түк тегін шөп тасымалданды. Сондай-ақ күні бүгінге дейін бір ғана Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамынан 12,5 тонна дизель отын алынып, шөп шабушы бригадалар мен Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарынан шөп тасымалдап жеткізген көліктерге жұмсалды. Қазір Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрлігі ашқан қорға арнайы штаб құрылды. Қорда қанша ақша бар жөнінде ақпарат штабтың құзыретінде, деді бас маман. Шөп Қазақстан темір жолы еншілес кәсіпорны Қазтемір Транс меншігіндегі вагондарға тиеледі. Пішен, Атбасар, Арқалық, Қарағанды, Шелек, Тараз, Шу, Сарыағаш, Арыс, Орал, Шымкент және тағы басқа станциялардан жөнелтіледі. Жеткізілетін станциялар Маңғыстау, Өзен, Шетпе, Бейнеу, Сексеуіл және басқалары. 11 тамыз күні Ауыл шаруашылығы министрлігі құрғақшылықтан зардап шеккен аймақтарға көмек көрсету туралы үндеу жариялады. Одан бөлек, Ауыл шаруашылық министрлігі қызметкерлері қолайсыз табиғи құбылыс салдарынан зардап шеккен тұрғындар мен фермерлерге көмек ретінде өздерінің бір күндік жалақысын Маңғыстау облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен құрылған арнайы шотқа жіберетіндерін мәлім еткен. Осыған орай министрлік барлық меншік нысанындағы еңбек ұжымдарын қиын жағдайға тап болған отандастарымызды қолдауға шақырды. Қаржылай көмек Маңғыстау облысы әкімдігі ашқан есеп шотқа Казимпекс Ақтау қоры арқылы жиналып жатыр. Қор директоры Дайрабай Мамашұлының мәліметінше, өткен жұма күнгі есеп бойынша бір күнде шотқа 218 мың теңге түскен. Ашық дереккөздегі мәліметке сүйенсек, Казимпекс Ақтау қоры құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтерге терроризм, экстремизм және басқа қылмыстермен күресуде көмектеседі. 2006 жылдың 18 қазанында тіркелген шағын бизнес. Бұл қор былтыр пандемия кезінде әкімдікпен бірлесіп мұқтаж отбасылар мен жұмыссыздарға қаражат жинап, шамамен 3 мыңға жуық көмек қорабын таратқан. Қорға түскен қаражатты арнайы комиссия қарап, қайда жұмсау керек екенін протокол бойынша шешеді.
қор басшысының айтуынша, қазіргі таңда мемлекеттен қысқы дайындыққа 6,5 миллиард теңге бөлінуде. Оның 4,5 миллиард теңгесі жемге, ал 2 миллиард теңгесі шөп алуға жұмсалады. Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы Ербол Қарашөкеев қор туралы ештеңе білмейтінін десе де, сол қор арқылы қалаған адам қуғыншылықтан зардап шеккен ағайынға көмек қолын соза алатынын айтты. Алдында тапсырыс болғанда звондап, қашан келетін күн белгілеп, сосын кетіп тұрғанымыз. Себебі күнде келгенде бұл жерде жем болмайды. Бұрынғы баға дейтін мынандай болған жоқ, былтыр дейтін. Былтыр дейтін 1000 теңге. 1000 теңгеден саттық қой. 1000 теңгеден? Иә, 1050 теңгеден әрі кеткенде мысалы. Енді қазір қымбатқа шығып тұр жалпы ана жақтың өзінен. 1740 теңгеден келіп тұр бізге мына араға да. Қазір плюс мынаның грузчигіміз бар, жаңағы темір жолға төлейтін ақшамыз бар. 5 миллион 850 мыңға шығып тұр. 805 мыңға шығып тұр. Осы әкелгеніңізде вагонға төлеген барлық түгел шығынымен, иә. 1787 теңгеге шығып тұр. Иә, бір мешогіміз, иә. Осы менің қолымдарым. Мынау тіпті өліп қалған біреу. Тұра алмайды орындарынан. Мен енді мұны қалай біреуге көрсетем. Мынау малдың жағдайы осындай. Қазіргі жағдайға байланысты Маңғыстаудан келген соңғы жаңалықтар осындай ағайын. Сіздермен болған Шындық каналы. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді видео астындағы комментарийге қалдырып кетулеріңізге болады. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.